О, Балнурда өзі бір лесі қосы. Бұл біздің жатқан қонағы. Достар, біз кезекті бір күшті жерге шықтық. Өздеріңіз білесіздер, Дубайда высокий, биік зданиялар өте көп. Солардың біреуіне барып жатырмыз. Қазір барып, сіздермен бірге толық видео түсіремін. Аты The View бірдеңе ұмытып қалдым. Біздің осы остров Пальмада тоже бізге жақын, жаяу бара саламыз. Соның 80-ші этажына көтерілетін боламыз. Виді қандай болады? Далада кішкене влажность болып тұр. Виді қандай болады? Обзорный қандай? Жалпы бүкіл бірге көретін боламыз. Мына қонақ үйде біз болғамыз тоже. Мына торговый центр міне. Бұрын қатауы Нихил Мол болған, қазір ритайл, Дубай ритайл өзгеріп кетті. Міне осы Пальманың үстіндегі осы обзорныйға барамыз, құдай қаласа, қазір көрсетем толық видео. Міне 80 этаж. Бұл торговый центр өте атақты. Бәрі Дубай Мол солай деп білет, бірақ бұл Пальмадағы жақсы торговый центрлардың бірі. Неге десеңіздер, бұған метро кіреді өзі. Бұл баратта жаңадағы кісілерді алып, осы Пальма осырып қалып келеді да, тармақтың бас жағына дейін барады. И бірден торговый центрдің ішіне кіреді ғой. Міне, сіздерге айтқан метро қаладан келеді да, торговойдың ішіне кіреді. Міне торговый домға келдік. Бұлай қарай Сан-Риджис қонақ үйі жоғары кетеді. Міне The View Palm Jumeirah деген жаққа баруымыз керек тіке. Мынау тұрғандар жаңағы метроның мұнарасы. Торговый центрдің ішінде метроның мұнарасы тұр ғой. Міне барлығын LED-пен қаптап қойған. Өте әдемі қылып, свет жанады. Дубайда енді роскошты өлтіріп жүреді ғой. Міне, көрдіңіздер ма? Осылай метро Пальманың жоғары жағына кетеді, тармағына. Міне торговый центрдан осылай шығасыздар да, мына жерде қай жерде екенін қарайсыздар деген ба? R дейді. Palm The View прямо? Аха, хорошо. Мына жерге жаңағы метро келеді ғой. Қазір сүріп жатқан кезде келмейді ғой, ол да күйдіріп. Биіктікті қарасаңыздар, жүр жамбылай қарай. Міне The View деген осы. Мына стеклоның ішіне метро фук келеді. Ана ортасын көрдіңіздер ме, ойылып тұр. Метроға отырасыздар торговый центрден шығып. Архитектурасын қарасаңыздар. Келатыр ғой дейін, по-моему. Дауысы шығып тұр, өйткені мынаның ортасынан келеді. Мына жерден келеді да, бұлай өтеді торговый центрда. Біз мұнда келдік. Бұл енді осы жерден билет алып, кассасынан жоғары көтерілесіздер ғой. Бұлар Starbucksқа тұр, очередь бізге мына жақ керек. Бұндай жерлерде енді міндетті түрде фотоға түсіреді сіздерді, сосын шыққан кезде сіздерге автоматом QR кодпен сатып береді. Біз енді Дубай Молда, Бурж Халифада түскенбіз. Осындай картаны аласыздар. Осы QR кодпен шыққан кезде сіздерге фотоны жалп еткізеді ғой. Ал басталды обзор, жігіттер, қыздар, достар. Міне LED-пен ощущение. Тыныштықты сезініп көрдіңіздер. Звукпен істеп қойған. Балалар, бұл да Бурж Халифа сияқты. Бұл Пальманы қалай соғылған жайлы историясы екен. Міне көрдіңіздер ма, қандай тастармен жағажайды басында бұлай пайда болған, кейін бұлай құм төселген. Міне бұның бәрі бұл арабтың өздеріне бұл үлкен тарих және әлемдегі ең үлкен архитектурный жұмыстардың, адамзаттың жалпы бұл мақтанышы. Міне мынау осы жаңа торговый дом біз жүрген.
Бұл жерде біз тоже болдық былтыр достарымызбен. The World Island дейді. Осы жерде Voco Monaco деген қонақ үйде болдық. Бұл да тоже мынау қаланың жағажайы деп санасаңыздар, мынау осы жерде. Мынау енді біз жүрген пальма. Енді Джебел Али деген бұдан да үлкен пальма соғылып жатыр. 5 па 3 па жылдан кейін бұйырса анау ашылады. Бұл өте үлкен болады. Бұдан 4 есе үлкен болады. Кісілер бар. Арнайы жағаланып тұрыңдар дейді. Мен енді ағылшынша қатты түсінемін, сөйлесе алмасам да. Мен осы жерде тұрайын. Мына қараңыздар зот. In 2001, construction began. The first feature, the outer break wall. The break wall stretches 5.3 kilometers east to west. Мынау міне пальма. 5 kilometers north to south. The internal palm shape stretches Мен тұрған, 3.9 біз тұрған жерде. kilometers east to west and 4 kilometers north to south. The break wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. Yeah. Осылай құм төселінген. Is 20 meters, while outside of the break wall, the water depth Аяқпен бас дейді. Каждый адам өзі қалағандай болады. Өте жақсы істеп қойған. Ледпен. Good. Балнұрда өзі бір лесі қосы. Гүлдендір жерді ма? over 78,000 people who live on the palm. Over 1 million tourists and Бұл мына residents жерде visit the тұрмыз palm бұл each year. The palm is home to 27 hotels, including the Atlantis. stunning Atlantis the Palm. Балнұр. Мынау біздің осы қонақ үй. Such as the view at the palm. Зелью. Әдемі. Nikhil Marinas. Қаланың жағажайы. Біздің қонақ үй примерно мына жерде орналасқан. The palm is connected to Dubai with a 300-meter bridge. This bridge Түнде осылай жанады міне. 100,000 Самолетпен ұшсаңыздар осылай көрінеді. over 1 billion cars a year. Енді осының астында 5 этаж төмен паркинг бар. The palm monorail runs the length of the palm. Мынау жаңағы метро featuring болса. 5 stations connecting key destinations. Atlantis Zero Oil. Ең қымбат қонақ үйлердің бірі. Все. The palm opened in 2006 with a spectacular fireworks display. Представлениеден кейін дәл кетесіздер. Тоже міне секунд қойып қойыпты. Мына жаққа отырыңдар дейді. Ал жайғасайық. Сіздерге толық обзор болсын деп түсіріп жатырмын. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. عندما كنت صغيرا ألعب على شاطئ البحر مع أصدقائي كانوا يبنون بيوتا وقلاعا رملية على الشاطئ وأنا كنت أحاول أن أبني في البحر وكانوا يضحكون والآن كثيرا ما أصطحبهم إلى مشروع النخل والمباني التي في البحر. دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعا رؤية واضحة
فدعونا نخوض معا معركة التنمية. Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made wonders. A technological marvel, Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. From warm, shallow waters lapping at the coastline of the Gulf to a dazzling symbol of imagination and architectural ingenuity, this is the Palm Jumeirah. The iconic island was born from a vision to create an unforgettable masterpiece that would showcase the spirit of human possibility and transform the emirate into a buzzing metropolis and a global tourist destination. Adamzatın kolundan Nakheel beri was gelip mandated by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum to bring this idea to life. The island's original design was shaped like a sun. His Highness asked Nakheel development team that 7 kilometers of beaches is not enough. Why don't we make it 70 kilometers? Then asked them, why don't we pull the sun-shaped design from the side and create more beaches? The redesign included a 1.4-kilometer bridge connecting the Dubai mainland to the island. The shape then began to resemble a palm tree, a true Dubai icon. Nearly 100 million cubic meters of sand from the bottom of the sea and 7 million tons of rock from nearby mountains in the northern Emirates were carefully positioned using GPS technology and satellite images from space to create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years, from 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Today, we welcome you to experience a pioneering symbol of Dubai's transformation into one of the world's most exciting cities. Designed to inspire wonder, this unforgettable, iconic, and awe-inspiring journey brings the story of Palm Jumeirah to life for the first time. Historiası deydi. Мына жермен бастап жүрүү керек экен. Космостан осылайынан атып, бұның несін шығарған ғой жаңағы. Геодезистер дейм қалай дейм. Құрылысы жалпы бүкіл тарихы қалай соғылған. Мен ойлаймын, бұл тек қана арабтардың емес, бүкіл адамзаттың жетістігі өйткені. Адамды Алла Тағала сондай қабілеттермен жаратып қойған ғой. Мына қараңыздар. Мына тастарды қолданған, міне төселген. Адамзаттың қолынан бәрі келеді. Қазіргі неде? Енді таяу шығыстың мәселесінен кейін осылай болды, бірақ осы кез өте қолайлы ма дедім. Барлығы бар. Мына жаңа біздің түскен фотолар, нелер шыққаннан кейін, оны шыққаннан кейін береді. Примерно біз біліп тұрмыз. Лифтті көрейік енді қанша неге көтерілетін. Мұз алып бара тұрмын. Қанша жылдамдықпен көтеріледі. Біз Бурж Халифаға мінгенде 1 секундта 1 этаж көтерілетін. Мына наоборот жағы ашылды ма қалай? Ресторан бар екен төбесінде. Қараңыздар. Ал болды міне. Мәссаған. Мына қонақ үйде біз болдық деп тағы да бір рет айтайын. Мына биіктікті достар.
Мына биіктікті просто көзбен сезіну керек. Мына тармақтарын қараңыз. Вау. Мына жерде кафе ашып қойған. Мыналармен қазір көресіздер. Сіздерге көріне ме екен? Ай көрінбейді ау. Көрінбейді екен. Мынау бинокль, короче. Ана нені көрсетеді екен? Бинокль. Колесо обозрениені тура жақын көрсетеді екен осыны. Мәссаған достар. Не деген биіктік мынау? Қаншама яқта үйлер. Енді менің сіздерге айтып тұрғаным бағанадан бері түсіндіре алдым ба жоқ па білмеймін. Мынау және видеосын көрдіңіздер, құм төселінген, соның үстіне қала соғылған. Енді осының астында 5 этаж паркинг бар. Каждый қонақ үйдің машиналары, мына үйлердің адамдарының өздерін қояды. Мен соған енді таза таң қалдым. бір адамдай соған таң қалдым. Келгелі соған миым жете алмай жүр. Осындай обзорлар болады. Сіздер үшін барлығы біз ақша төлеп кірдік. Сіздерге көрсету үшін. Каналды сол үшін қолдап, тіркеліп отырыңыздар. Но біздің қонақ үй, біздің қонақ үй тұр. Но сол біздің пляж, суға түсіп жүрген. Ана жақта кеше тоже обзор салдық. Неде болдық? Ең биік бассейнде болдық. Мынау кәдімгі қала достар. Мынау. Аның үстіндегі байыпты айта алмадым. Мінсеңіздер, мынау бір адамдардың қаласы емес, великандардан қаласы сияқты өте үлкен биіктігі. Прям кәдімгідей жүрегіңді алады. Сен кішкентай екенін сезінесің өзіңнің. Құмырсқа сияқты. Мынау зданиялар, мынау биіктіктің барлығы өте үлкен. И как будто бұны адамдар емес, бір басқа біздің алдымызда қауым соғып кеткен сияқты. Бір үлкен алпауыт қауымдар. Сондайлардың бір жеріне келген сияқты сезінеді екенсіз. Мына жерге тұрып бүйтіп фотоға түсіресіздер, шарт еткізіп. Мына жағы енді парушақ. Парушақ тармақ осындай. Кішкене влажность болып тұр ыстықтан. Бірақ нағарамыздар. Мынан барлығы частный пляждар осы. Осындай жағажай көп болу үшін, негізі жағажайдың размерін үлкейту үшін ең басында сол үшін соғылған. Өйткені мынау қаланы бүйтіп кешегі анау біз жүрген жер бүйтіп жалғастырып қала тек жағажайдың шетіне соға берсе, қала алысқа кетеді да, потом оны мына жақта Бурж Халифа аэропорт, мына жақта уже екеуінің арасын жалғау өте қиын болады. Сондықтан осындай қалай жағажайды көбейтеміз деген идеямен осы Пальма келіп отыр ғой. Осылай түсіріп жүрейін енді айналдырып. Қазір соның осының үстінде тоже бір этаж бар, биік. Ол жаңағы не? Полный обзорный. Кинодағыдай қандай, алақандағыдай дегендей. Мынандай бинокльдер әрбір зданияға бағытталған екен, соны жақындатып көресің. Мында стеклоларға міну керек екен, сонда жоқ сияқты көрінеді. Ойбай, нағара. Мына жақта тауылған яхта, үйлер, вилла. Бірақ мына стеклоға мінгенде қараңыздар, стекло ары қарай уже тіреу жоқ. Бұл получается зданиядан сәл былай эффект береді, то что шығып тұрған сияқты. Мынаның қисайып тұрғаны да сол ғой. Мен енді өздеріңіз білесіздер, қатты түсінемін ғой ағылшынша. Мынау не десеңіздер, бұл жуат. Мына қараңыздар, мына жақтағы биіктікті қазір сіздерге телефон бере алар ма екен? Біздер пальмде қойыпты.
Жүрек соққаның не? Ё-майо. Мына биіктікті айта алмадым. Страшно, но красиво деймін, қалай дейді. 15.000 теңге бір адам. 14.000 копейкасымен. Бірақ Дубайға келсеңіздер көріңіздер міндетті түрде. 10 таба стоит. Ё-майо, тармақтар. Пальма. Алақандағыдай болып тұр ғой. Мынау деген жетістік қой. Мен телефоным бере алама. Бұл биіктікті, бұл нені. Самолеттен шығып алып қарап тұрған сияқтысың ғой. Қалай екен? Басың айналып кетті ма? Желде қатты екен, кішкене анандай. Атмосфера анандай ғой. Йоу, бір картина кілемнің үстіне шығып кеткен сияқтысында, бірақ живой бәрі. Керемет. Мына жердегі үйдегі адамдарды арман жоқ шығар коттеджде. Қайықтарын қойып қояды парковкаға, коттеджде екі жағыда жағажай. Әдемі ма? Әдемі десеңіздер. Тұман болып тұр, әтпесе Бурдж Халифа көрінетіндей жағдай бар екен. Парустың ар жағынан. Ал достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Әрқашан сіздер үшін осындай биіктерден видео түсіріп отырайық. Баяғыда тілек айтушы еді достарымыз, әрқашан биіктерден көрінді. Самолет ұшып бара жатыр, көрінген адам бар ма? Рахмет баршаңызға, биіктерден ғана көрініп жүрміз. Осындай биіктіктен ғана көрініп жүрейік. Мына қараңыздар. Міне. Кәдімгі әр қозғалғаныңда басың айналатын сияқты эффект береді ғой. Өйткені бұл биіктіктен болу керек шамасы. Керемет. Шыққаннан кейін мынандай базарлығы бар. Дубай, фото, кепка. Мыналар әдемі екен. Мыналар да әдемі екен. Барлығы әдемі екен. Дубай шоколад, сумка, брелок, кружка. Біздің жаңағы кірген кезде фотоға түсірді ғой, білесіздер. Соны неге салып беріп жатыр? Мынаны ашып жүрші балалар. Ашып обзор түсіріп жүрейін. Енді естелік қой, кейін бала шағаңызда, кейін баяғыда осындай әке-шешемізде нелер болатын альбомдар. Осындай фотоны бердім. Біз кірген кезде фотоға түсіріп алған, сонымен общем. Бұл да бір естелік, иә. 10.000 теңге мысалға қарап отырсаңыздар, сіздерде өмірлеріңізде талай 10.000 теңге кетеді, но бірақ естеліктер аз болады. Нағарамыздар бәрі пальма туралы. Міне. Магнитка зевью деген. Стакан. В общем, қай жерге принт ұруға болады, барлығын ұрған, міне. Даже мынандай менің өзіне де пальма ұрған. Бұлардың бір жақсысы кез келген нәрседен бренд жасау біледі ғой. Шығарады. Сол полный. Мынау енді өздерінің ағашы ғой, былайша айтқанда пальма. Осындай ыстық жерде, тропикалық климатта өсетін. Соны енді керемет қылып отыр ғой. Біз мынандай Дубай шоколадтарды 20 қалдық. Бұл жерде енді әрине қымбат сатылады, 60 дейді. Магниткаларды қарасаңыздар. Темір түрі бар. Мынау өздерінің гос номері ғой. Машинаның. Мынандай түрлері бар. В общем, енді бұлар енді өлтіреді енді. Мынаның өзі міне трейдер істеген. Балалардың су ішетіні, кішкентай стақаны. Бұлар енді паталогын қояды. Ручканың өзіне бір логырып жүрген ғой, брендирівный. Мынау енді міне кофесер қауымға.
машинаға алдыңыз өте сапалы екен, качествосы. Резина, стекло. Кофеңізді құйдыртып алдыңыз машинаға. Мынау термос. Мындай дизайнда, мультик сияқты. Мынандай да дизайнда бар. Сортымен қой көресің. Мынау да міне кофе сүйетін неге. Мынандай да түрлері бар екен. Әдемі, стекломен әдемі. Мына жерде мен жаңа бір көрген Дубай полиция деген өздерінің полициясының ручкасы, брелогы, мындай. Дубайдың номерларымен. Қарасаң көзің тоймайды, бәрін ала бергің келеді, бірақ оның бәрін істейсің. Мынау қызықтырақ екен, мысалы. Гараж сондай бар, кісілерге іліп қоясың. Дубай деген осындай емес, естелік, магнитка сияқты. Мынандай сувенирлерден үйде бізде бәрі бар. Бурж Аль Араб бар, мынандай биігі, Бурж Халифа бар, колесо обозрения бар. Келген сайын ала беріп. Толған бар. Влог аяқталды осымен достар. Баршаңызға үлкен рахмет. Лайк басып, шын көріп, қызығып, әдемі видео болды ғой. Жақсы, бізде көзбен көрдік, сезіндік деген болсаңыздар, сіздерден коммент, лайк күтеміз. Үстіп, далаға шығып кетесіздер.